Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында 52 адаммен бірге жанып кеткен автобустың қаңқасы қалаға келінді. Көліктің сау тамтығы жоқ. Күзетшілер түнімен бұл жерде адамның үніне ұқсас түрлі дыбыстар шығады дейді. Ал бүгін мәжіліс депутаттары осы қайғылы жағдайға қатысты кінәлілердің барлығын табуды талап етті. Айтуларынша, бұл жерде тек автобус жүргізушілерін ғана жазалаумен істі жылы жаппау керек. Ішінде 52 адам тірідей жанып кеткен автобустың қаңқасы осыдан 4-5 күн бұрын қалаға жеткізіліпті. Қарап отырсаңыздар, қызыл жалынан автобустың түгі де қалмаған, күйіктің иісі әлі бар. Осы жерде жұмыс жасайтын күзетшілер 52 адамның өмірін жалмаған автобустан елес бар дейді. Айтуларынша, түнге қарай бұл жерден неше түрлі адамдардың дыбысы шығады екен. Жаулат түнде сөйлейді, айқайлайды. Қаруға қалып қойып жүрсін адамдар бар. Түнде екілерді келіңіз, көресіз ана. Бұл елімізде ең көп талқыға салынған автобус. Нақтысы көліктің қаңқасы қалдығы. Шымкенттен Қазанға жолға шығып, Ақтөбе маңында жолаушылармен бірге түгі қалмай жанып кеткен 2 қабатты автобус. 52 адамның күлін көкке ұшырған автобустың іші түгілі сыртынан қарауға қорқынышты. Қасына жақындағанда жаның түршігеді. Терезе, орындықтар тіпті дөңгелекке дейін дымы қалмаған. Тек құр темір қабырғалары ғана тұр. Тек Қазақстан емес, Өзбекстанға да орны толмас қайға келген қанды автобусты айдалада қалған жерінен Қазавтожол қызметі үлкен жүк көлігіне салып тиеп әкеліпті. Қазір қала маңындағы жылту пункттерінің бірінде тұр. Алайда автобус бұл жерде қай уақытқа дейін тұратыны белгісіз. Қылмыстық іс әлі тексеріліп жатқан көрінеді. Ал бүгін Астанада депутаттар тас жолда болған жан түршігерлік жағдайды, яғни республикалық комиссияның 52 адамның өмірін қиған өртті жазатайым оқиға деп бағалауына сенімсіздік танытып отыр. Айтуларынша, еліміздегі кейбір көлеңкелі құрылымдар халықаралық тасымалмен айналысатын көлік құралдарының техникалық жағдайын тексерместен рұқсат құжаттарын беруі әбден мүмкін деп отыр. Главную причину трагедии жолдардағы осындай қайғылы жағдайлардың басты себептері адами фактор деп қарастырылуда. Сондықтан бұл жерде жедел тергеу жүргізіп, қандай да бір шара қолдануды талап ету керек. Және бұл оқиғаға қатысты тек жүргізушілерді ғана жазалап қоймай, кінәлілердің барлығын анықтап, олардың заңнамаға сәйкес жауапкершілік деңгейін анықтау қажет. Осыдан тура 13 күн бұрын Өзбекстаннан Ресейге бет алған Сетра автобусы жанып кеткен болатын. Қанды автобустың ішінде болған 57 жолаушының 52-сі бірдей көз жұмды. Автобустың 3 жүргізушісі мен 2 өзбек азаматы аман қалған еді. Қазір қылмысқа қатысы бар деген жүргізушінің 3-еуі де сот санкциясымен 2 айға қамауға алынды. Ал 2 өзбек азаматы өткен аптада елдеріне қайтарылған. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.